Мұхтар Ғалиұлы Арын қоғам және мемлекет қайраткері, ғалым, ағартушы, ұлт руханиятының шынайы жанашыры. Ол 1936 жылы қазіргі Жетісу облысы Ақсу ауданында дүниеге келді. Атанасы атақты Мамания мектебінде ұстаздық етті. Білім саласына атсалысты. Мұхтар ата 1957 жылы Алматыдағы шет тілдер институтын үздік аяқтап, сол жерде еңбек жолын бастады. 1957 жылы Райхан әжемен шаңырақ көтерді. Балалы болды. Неміс тілі маманы ретінде ғылымға ерте араласып, филология ғылымдарының кандидат атанды. Кейін тұңғыш ашылған неміс тілі грамматикасы кафедрасын басқарды. Ғалым ретінде ол тек тіл үйретуші емес, тіл табиғатын терең түсінген зерттеуші болды. Неміс, орыс және қазақ тілдерінің нәзік иірімдерін салыстыра талдай білетін қабілеті әріптестерін тәнті етті. Оның неміс тілі грамматикасы еңбегі бұрынғы одақ көлемінде жоғары бағаланды. Мұхтар Арын Германияның Берлин университетінде, Австрияның Вена университетінде шақырылған профессор болды. Стамбул, Каир, Бонн университеттерінде неміс тілінде дәріс оқыған санаулы қазақ ғалымдарының бірі еді. 1974-1981 жылдары Абай атындағы Қазақ педагогика институты проректоры қызметін атқарды. 1981-1983 жылдары Білім министрлігінде жоғары оқу орындары бөлімін басқарды. Города, как и люди, живут на земле для труда и радости. Город Актюбинск – центр одной из крупнейших областей Казахстана. Ал 1983 жылдан бастап, өмірінің соңына дейін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе педагогика институты ректоры болды. Ақтөбедегі кезең оның тұлғалық биігі айқындалған уақыт. Кеңес дәуірінің қатаң идеологиялық кезеңінде институтқа Құдайберген Жұбанов есімін беру азаматтық батылдықтың көрінісі еді. Чтения, связанные с именем того или иного ученого. Чеховские, пушкинские. Вот такие чтения мы с вами тоже должны проводить. Первой такой вот конференцией Жұбановским чтением. Мы их будем повторять ежегодно в октябре месяце. Дәл осы жылдары алғаш қазақ топтар ашылып, мемлекеттік тілде дәрістер оқыла бастады. Ол тек оқу процесін басқарған жоқ. Институттың материалдық базасын нығайтты, ғылыми кадрлардың сапасын арттырды, жаңа факультеттер ашты. Білім сапасын ұлттық мүддемен ұштастыруды мақсат етті. Қанат екеуміз де осы Ақтөбеде оқыдық. Ақтөбеде үлкен өңірлік Жұбанов атындағы университет бар. Иә, білем. Сол университеттің мен музыка факультетін бітірдім, Қанат филология факультетін бітірді. Ректор кім еді ол кезде? Ректор ол кезде Мұхтар Ғалиұлы Арынов. Өте бір керемет. Туысқан. Мұхтар ағаның әр студентті сол кезде атымен білетін, жеке-жеке. Біздер жаңағы ғимараттың ішінде кетіп бара жатқанда Мұхтар аға өтіп бара жатып, бір жақсы сөзін болмаса бір есімімізді атап тұрып айтып кететін. Біз сол кісінің студенттеріміз. Мұхтар Арын 12-ші шақырылымдағы жоғарғы кеңестің депутаты, Қазақстан Республикасының егемендігі туралы декларациясын, конституцияны, тілдер туралы, білім туралы, жоғары білім туралы заңдарды қабылдау ісіне белсене атсалысты. Бұл тәуелсіз мемлекеттің негізін қалауға қосқан тікелей үлесі. Ұлт руханияты жолында ол ерекше еңбек етті. Облыста ондаған қазақ мектебі мен балабақшасының ашылуына ықпал жасады. Халықаралық тіл қоғамының басшылығында болып, тіл теңдігін қорғады. Абай Құнанбайұлы мұрасын насихаттауға, ұлттық салт дәстүрді жаңғыртуға атсалысты. Жаттап алған жақсы, бірақ түсініп жаттап алу керек. Түсініп. Өмір бойға соны азық қылу керек. Сондықтан сенің атыңды мен
Абай деп қойдық. Дұрыс. Мінекей осыны жақсылап тұрып есіңе сақта. Ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Археологиялық мұражайлар ашуға, тарихи тұлғалардың есімдерін қайта жаңғыртуға мұрындық болды. Ғалым ретінде ол 60-тан астам ғылыми еңбек жазды. 1988 жылы профессор атағын алды. Қазақстанда неміс тілі бойынша тұңғыш профессор атануы үлкен тарихи жетістік. Оның 5 анық кітабы халықтық тәрбие мен ұлттық таным жайлы терең ойларға толы еңбек. Бұл кітапта ол адам болмысы, елдік сана, рухани кемелдік туралы тұжырымдарын ортаға салды. Мұхтар Арын қандай қызмет атқарса да, ең алдымен ұстаз болды. Адамға жақсылық жасауды парыз санады. Қатарда жүріп ханды да бас игізер азаматтық болмысы бола тұра, әрдайым қарапайым қалпынан айнымады. Мұхтар Қалиұлы ректор болды. Көп ректорлардың біреуі болмады. Дара тұлға болды. Ақтөбе педагогикалық институтының студенттерін тәрбиелеп қана қойған жоқ. Ақтөбе халқының тәрбиешісі болды, ақылшысы болды. Қайраткер, кемеңгер ғалым, ұлағатты ұстаз, ұлтжанды азамат Мұхтар Арын 1995 жылы 10 қыркүйекте дүниеден өтті. Ол ел тану қажет, жер тану қажет деп ғылыми экспедиция үстінде жүріп, өмірден өтті. Бұл оның соңғы деміне дейін елге қызмет еткенін көрсететін тағылымды тағдыр. Еңбек ескерусіз қалған жоқ. Еңбектегі ерлігі үшін медалімен, Қазақ СССР жоғарғы кеңесінің құрмет грамоталарымен марапатталды. Ана тілінің айбары орденін иеленді. Егеменді елімізде енді ғана енген осы орденмен тұңғыш рет Ахмет Байтұрсынұлы қайтыс болғаннан кейін берілген. Өзбекәлі Жәнібеков үшінші болып Мұхтар Арын иеленген еді. жылы 22 қыркүйекте Қазақстан Республикасының үкіметінің номері 1436 қаулысы бойынша номері 24 экономика және бизнес мектеп лицейіне Жетісу өңірінің тумасы, белгілі ғалым, профессор, қоғам қайраткері Мұхтар Арын есімі берілді. Лицейдің алғашқы директоры Тусипова Күлай Түсіпқызы. Ардақты азаматтың есімі Ақтөбе өңірінде халықтың мәңгі есінде сақталған. Ақтөбедегі мектеп пен көшенің есімі, Ақтөбе қаласындағы институтта ғалым атында арнаулы стипендия тағайындалып, әрбір мерейлі меже мағыналы өткізілді. Ақтөбе төрінде 60 жылдыққа арналған конференциядан бейнекадрлер. 2006 жылы Талдықорғанда 70 жылдық аталды. Атақты ғалым, қоғам қайраткері, бойында керемет адамгершілік қасиеттері дамыған кісі бәрілеріне үлгі болады деп ойлаймын. Мен де үстіп еліме, ұлтыма, мемлекетіме пайдалы болады деген оймен тәрбиеленеді деп сенеміз. Рахмет. Бүгін айтарым, егерде Мұхтар Арын болмағанда қазақтан бір идеолог кем болады деді. Өте ұлтжанды азамат еді әкем. Өзі нағыз бір осы отанымыздың патриоты. Қандай жұмыс болса да, сабақта тұрса да неміс тілін берседі, үйде отырса да баланы тәрбиелеп, ауылға барса да, туыстармен араласса да, тек қана кәдімгідей осындай бір мағыналы, маңызды сөздермен кәдімгідей бәрімізге тәрбие беретін. 2016 жылы 80 жылдық шаралар өтті. Осындай ынтымақты, алдарында мақсат қойып, Мұхтар аталарың сияқты жақсы азамат болуға тілектеспін. Рахмет. 2018 жылы Бақалы ауылында Мұхтар атаға мүсін орнатылды.
гүл гүлдемейді, махаббатсыз бақыт та болмайды. Ал анасыз ақын да, ер де болмайды. Іс-шаралар Талдықорғанда ана күнімен жалғасты. Мұхтар Арын атындағы нөмірі 24-ші мамандандырылған лицейінде бүгінгі күні 58 үздік педагог сабақ береді. Соңғы 3 жыл ішінде ол еліміздің үздік 21 мектептер қатарында орын тапты. 12 оқушы жаңа Қазақстанның жаңа есімдері тізіміне енді. Түлектер әлемнің белді университеттерінде оқиды. Былтырғы оқу жылында халықаралық деңгейдегі Олимп шыңына шыққан 11 оқушы ел мерейін үстем етті. Лицей еліміз бойынша сапалы білім, саналы тәрбие беріп отырған алдыңғы қатарлы білім ордасына айналды. Осы жылы Талдықорғанда Мұхтар Арын атындағы облыстық лингвистикалық олимпиада бастау алды. Бұл олимпиада өлкеміздегі тілдік қабілеті жоғары дарынды оқушыларды анықтап, Қазақстанның болашақ лингвисттерін қалыптастыруда септігін тигізіп, үлкен олимпиадаға басады деп ойлаймыз. Мұхтар Арын ғалым ғана емес, рухани көшбасшы. Мұхаң қысқа өмір сүрді, бірақ өмірі рухани мол, қажырлы еңбекпен, дос жаран әріптестерімен, жақсы көретін туған туысқандарымен, ұлдары Нұрлан Ерланмен, бақалы елімен бақытты өтті. Мен өте бақытты әйелмін, сондай Мұхаңдай азаматым бар. Осы ескерткіш күн озған сайын Мұхаңның аты өшпейтініне кәміл сенемін. Осыған біз куәгер болып отырмыз. Оның өмірі ұлтқа қызмет етудің, білімге адалдықтың, азаматтық батылдықтың үлгісі. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе педагогика институтының ректоры, профессор, Ақтөбе облыстық қазақ тілі қоғамының төрағасы, республиканың батыс облыстары бойынша ректорлар советінің төрағасы. Мұхтар Ғалиұлы, сіз осы салалардың барлығында бірдей баянды қызмет жасап жүрмін деп ойлайсыз ба? Бір адам үшін осыншама қызмет көп емес пе? Мынау қызметті біз екіге бөліп үйренген халықпыз. Өзінің жаңағы күнделікті нанына байланысты, жаңағы жалақысына байланысты қызмет, сонан кейін екіншісі қоғамдық қызмет. Менің ойымша осы екеуін екі бөлек қараудың өзі дұрыс емес сияқты. Өйткені сол саптап келгенде негізгі түп мүдде қоғамға қызмет ету. Сондықтан енді өзіңнің негізгі алған жаңағы кәсібің, мамандығың бойынша қызметті тек қана қоғамдық емес, сонымен бірге жаңағындай күнделікті өзі әлгі ресми қызметпен ұштастырып бірге жүргізген дұрыс деп ойлаймын. Адам фәниден өтеді. Бірақ артында қалдырған ізі, тәрбиелеген шәкірттері, жазған еңбектері, ұлтқа сіңірген қызметі мәңгілік. Мұхтар Арын есімі қазақ руханиятының биік белесінде мәңгі сақталады.